Дәл есте ғой ескі пеш, ескі шам, көсеуменен тіреуші едік пештің аузын. Сол пештің түбінде өскен ұл қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған ескі отын көп, сол пеште жанды қыстың көпке шындық. Бәріміз де өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жеп. Ескі пештің пісірген кеспесін жеп. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қысқазар өтпесін деп, анам байғұс жүретін балалардың көрпесін қымтап су өтпесін деп. Анам байғұс жүретін балалардың көрпесін қымтап су өтпесін деп.